Басқалардың ойына кіріп шықпаған нәрсені сен бүгін жаса. Біреуге ренжіп қалсаңыз, тек осы шақты айтыңыз, өткенді қозғауға болмайды. Бүкіл әлемнің саған қарсы екенін білсең де, ұшақтың желге қарсы ұшатынын ұмытпа. Жұртты басындырмаймын десеңіз, басыңызды тік ұстап жүріңіз. Айналаңның бәрі сұлулыққа толы, тек оны адамдардың бәрі байқай бермейді. Ашулы кезде жауап беруден, қуанышты сәтте уәде беруден сақ бол. Аллаға деген сүйіспеншілігіңіз бен сеніміңіз бар жерде өміріңіз жақсы жаққа өзгереді. Өзің жайлы төмен ойда болу сыпайылық емес, қайта өзіңді өзің құрту. Өзіңіз жайлы ешқашан ешкімге жаман сөз айтпаңыз. Өз өмірін жақсы жаққа өзгерткісі келмейтін адамға ешкім де көмектесе алмайды. Өзгерісті өзіңізден бастаңыз. Кешірімді болыңыз. Мықтылар үнемі кешіре біледі. Әлсіздер ешқашан кешірмейді. Мені біреу келіп бақытты етеді десеңіз, қатты қателесесіз. Әр адам бақытқа өзі талпынуы керек. Еркіндік дегеніміз сізден ешкім тартып ала алмайтын нәрсе. Бізге дұрыс шешім қабылдау тәжірибемен келеді. Тәжірибе қателіктен алынады. Өмірде қателіктен қорқпаңыз. Бастысы әрбір қатеден сабақ алыңыз. Қуаныш математика сияқты бөліскен сайын көбейеді. Біреуге кектенумен ренжу у ішкенмен бірдей. Кешірім сұрау өз қатесін мойындады деген сөз емес. Ол үшін өргі күректен гөрі ара қатынас маңызды деген сөз. Бізде екі жол бар. Бірі жай ғана өмір сүру, екіншісі өз өміріңіз бен тағдырымыздың иесі болу. Қиындыққа тап болған адамға ақыл айтқаннан гөрі оны қолдайтын қол ұшы, жан сырын тыңдауға құлақ, қайғысын түсінетін жүрек керек. Ақымақ әйел күйеуін көзден таса алмайды. Ақылды әйел күйеуін жетектеумен болар, ал дана әйел күйеуін еркіне жіберер. Дұшпаныңнан жасырған сырыңды досыңа да айтпа. Өйткені өмірде мәңгілік ештеңе жоқ. Достық та дәл солай. Әдемі сөйлегенге сенбе. Оның сөздерінде үнемі жалған бар. Үнсіз ғана айналасындағыларға жақсылық жасағандарға сенім білдір. Біреуге тас лақтырам деп әуре болмаңыз. Бәрібір оған лақтырған тасыңыздың кірі өз қолыңызда қалып қояды. Сізді ренжітіп қапа қылғандарға әлі де сәлем беріп жүрген болсаңыз, онда қуаныңыз. Сіз нағыз биік адамсыз. Жұлынған гүл сыйлануы тиіс. Жазыла бастаған өлең аяқталуы. Ал сүйген әйелің бақытты. Олай болмаса қолыңнан келмейтін нәрсені бастама. Егер Құдай сені бақытты еткісі келсе, қиын жолдармен жүргізеді. Өйткені бақытқа оңай жету мүмкін емес. Екі адам бір терезеден екі түрлі нәрсе көріпті. Бірі жаңбырмен кірді, ал екіншісі көктеммен сұлулықты, көк аспанмен жылулықты. Адам екі нәрсенің қадірін оны жоғалтқанда ғана біледі. Жастық шақ пен денсаулық. Балаңды тәрбиелемей ақ қой, өзіңді тәрбиеле. Ол бәрібір сенен көргенін істейді. Ештеңеден қорықпай баста, жолға шық. Ары қарай жол сені өзі жетелейді. Тірнектеп жүріп іс қылған жарлыны жарлы демеңіз. Жарлы байға тең келіп, жайлауға көшпес демеңіз. Құлағыңыз, тіліңіз, көзіңіз бүтін болуы үшін керең, соқыр, мылқау болуыңыз керек. Аспандағы жұлдызды қараңғы түн көрсетер. Нағыз досты қиын қыстау күн көрсетер. Жол іздемегендерге жол көрсетілуі екі талай. Қимылдаңыз, тағдыр есіктері ашылады. Батырлық өміріңізді қысқартпайды. Қорқақтық ғұмырыңызды ұзартпайды. Сараңдық ырыздығыңызды көбейтпейді. Жомарттық несібеңізді кемітпейді. Шешімі табылатын мәселені уайымдаудың қажеті жоқ.
Ал шешімі табылмаса, уайымдағаннан пайда жоқ. Бір тасқа екінші рет шалынба. Бірінші рет шалынған соң оны жолыңнан алып таста. Шешілмейтін мәселе болмайды. Шешім әрқашан табылады. Бастысы оны барлық жан тәніңмен қаласаң болғаны. Жалғыз қалғанда ойыңызға, отбасыңыз арасында мінезіңізге, таныстар арасында тіліңізге ие болыңыз. Мына 3 ереженің соңынан мәңгі еріп жүріңіз. Өзіңді сыйла, өзгені сыйла, өз істегенің үшін берілетін жауапкершіліктен қашпа. Жауапкершілік пен шынайылық ең қымбат қасиет. Оны арзан адамдардан күтудің қажеті жоқ. Егер нәтиже қажет болса, оған өзіңіз талпынып қол жеткізіңіз. Өз өміріңізге жауапкершілікті алу, діттеген мақсатқа қол жеткізу үшін бәріне де дайын болу дегенді білдіреді. Бақыт, тыныштық және керемет денсаулық, мұның бәрі сіздің өткеніңіз, бүгініңіз және болашағыңыз үшін жауапкершілік алудан қашпаудан басталады. Экономикалық еркіндік дегеніміз еркін таңдауға және соған сәйкес қатер мен жауапкершілікке негізделген кез келген іс-қимыл еркіндігі. Жауап дегеніміз жауапкершіліктің басы ғана. Сондықтан да нағыз сұрақ қайтарылған жауаппен бірге күн тәртібінен түсіп қалмайды. Ойын менің әйелім, ол адалдық пен жауапкершілікті талап етеді. Бұл маған тыныштық пен бейбітшілік сезімін сыйлайды. Істегісі келетін адам мүмкіндік, ал істегісі келмейтін адам сылтау іздейді. Егер біз таптырмайтынымызды білетін болсақ, онда біздің өміріміз үшін жауапкершілік сезімі өзгереді. Одан бір нәрсе күтілетін және оның аяқталмаған ісі бар екенін білетін адам бұл үшін жауапкершілікті алады және неге екенін біледі. Бұл оның өмірінің мәні. Бір адам өз өмірінің авторы. Не себесің, соның жемісін көресің. Маған анық бір нәрсе – жауапкершілік. Ана болу үлкен жауапкершілік. Мен үлкен отбасы бар балаларды тәрбиелеп отырған аналардың өмірде оңай емес екенін түсінемін. Отанымыздың тағдыры мен болашағы үшін жауапкершілікті өз мойнына алуға, оған өзінің барлық білімі мен әулетін бағыттауға, қабілетті, дені сау әрі үйлесімді дамыған ұрпақты, мақсатқа ұмтылған және жігерлі жастарды тәрбиелеу. Ешқашан сараң болмаңыз, екінші мүмкіндік беріңіз, бірақ ешқашан үшінші рет мүмкіндік беретін ақымақ болмаңыз. Қателікті 2 рет қайталауға болмайды. Екінші рет қателік болып есептелмейді. Ол таңдау. Егер қатты және тәтті ұйықтағыңыз келсе, өзіңізбен бірге төсекке таза арыңызды алып жатыңыз. Өмірлік сұрақтарға келгенде ер адам берік, қатты болғанмен өзінің әйеліне жұмсақ болуы керек. Сөз кілт секілді, ретін тауып кез келген жүректің құлпын ашуға және кез келген ауызды жабуға болады. Сізді тек жоғарыға қарай жетелейтін жандармен дос болыңыз, себебі төменге тартқысы келетін адамдар толып жатыр. Егер өмірде әрдайым күліп жүрсеңіз, өмірде сізге күліп қарайтын болады. Өзіңіздегі өзгерісті байқау үшін еш нәрсе өзгермеген жерге барған дұрыс шығар. Өзіңіздегі өзгерісті байқау үшін еш нәрсе өзгермеген жерге барған дұрыс шығар. Сіз биікке көтеріліп келе жатқанда көптеген адамды кездестіресіз, бірақ оларды ренжітпеңіз. Өйткені төмен құлап келе жатқанда да оларды кездестіруіңіз ғажап емес. Дұрыс жолға түсу үшін алдымен адасып көру керек. Алма ағашын шайқаудың қажеті жоқ, ол піскеннен кейін өзі-ақ түседі. Өмірде бәрі осы секілді, өз орнымен, өз уақытымен болады. Аңызға түскен барлық ауыртпашылықтың салдарынан шыдай алмай кететін кездер болады, бірақ ешқашан шегінбеңіз, берілмеңіз, өйткені дәл осы кезде тағдырыңыз күрт өзгеріп кетуі мүмкін.